Нұрқанов Русланға келіп тұрық. Бүгін босап шыққан күні 2,5 ай түрмеде отырып, абақтыда отырып, соң босап шықты. Соған біз Жанат Жамалиев бар, Екібастұз қаласы. Жанат ағамыз бар, Мағжан. Русланды қарсы алуға келіп едік, бірақ үйіне келіп тастап, таңертеңгісін таң қалды. Ал Руслан бір-екі сөз қазақ еліне. Сіздер қазақ елі, Шығыс Қазақстан, Нұрқанов Руслан болам. Жазықсыздан жазықсыз 3 ай 13 күн сол қалған мерзім болған. Жазықсыздан жазықсыз сотталдық, жазықсыздан түрмеге отырдық. Сол ел мен жердің тағдыры, ұлттың тағдыры, болашақ ұрпақтың тағдыры. Не айтамыз, тағы да көп қысымдар көрдік. Бүкіл система жабылды, қолдарына келген. Өз қазақтарын қарап тұрсын, аянышты түрдері. Соғып, қабырғамда сындырды. Геноцид өтті басқа. Көрмегенді көрдік. Өмірінде көрмеген нәрсе бәрі түрмеде көрдік қой. Елім мен жерім аман болсын. Айтамыз. Қаншама ұрып соғып, қаншама геноцид жасамаса да, мына жүректегі қазаққа деген ыстық сезімді өшіре алмайды екен бәрібірде. Сол айтарым, аман болыңыздар. Тамақтары нелер қалай болды? Киімдер, тамақ вообще негізі жалпы. Киімдері кірген кезде бір сары киім кигізіп болды. Дизо дейді, одиночкада отырдым. 3 ай 13 күн бойы жалғыз өзім. Берген киімдері түймесі жоқ, не замау жоқ, жіппен байлап қойып жүрдік сол. Соның аяқ кезде осы киімдерін берді айтыр, спец одеждаларын. Тамақ не айтамыз? Тамақ нашар сол. Суға піскен дәмі жоқ. Суға піскен дәмі жоқ ешқандай. Түгел қылмыскерлер, мына погондағылардың бәрі қылмыскерлер. Басқа ештеңке деп айтылмайды. Бір жақсы жоқ. Арасында бар, бәріне топырақ шашпаймын, арасында бар адамдар. Көпшілігі сол, ондай қылмыс жасайтындар сол. Ондай приказ алып алған. Сол приказдарын орындап. Заказ дейді ғой, мені заказывать етіп жүр. Елің мен жерің үшін, болашақ ұрпақ үшін істерлеп, жан салысып жүрген кезде олар заказ орындап жүр. Өз қазағың өзіңді кәдімгідей балталап жатыр ғой. Айтарым сол. Өзіңді естіген шығарсың, қаңтар қырғынынан қаншама адам ұсталғаннан кейін көшеге шықтым деп СИЗОда, неде, Алматы облысында. Көрдік. Дәл мені 8 күн басында кірген кезде тоже соқты, сындырды, қабырғамды сындырды. Қазір бастың дірілдегі ауру бар, біраз нервный система басым ауыр қалады. Басқа да секіріп тастады. В общем, 8 күн одиночкада ұстады түрмеде, СИЗОда. Сол кезде тура есігімнің ар жағында тура қаңтар оқиғасына кірген адамдарды қалай соққанын бәрін естідім, көрдім де. Енді мына ұрып соққаны туралы жазасың ба мына? Неге арыз-шағым жазып? Енді мен қалай мен бүйтіп айтамын оларды. Шын айтса жазғым келіп тұрған жоқ негізі. Өте жалко, халықтың ең төменгі слой населениесі деп ойлаймын, осы мен тұрып істеп жүргендер. Өте жалко, өздері соғып, өздері геноцидті өткізіп, артынан келіп кешірім сұрап, бізге приказ берді, бізге указ болды, бізге сені заказывать етті деп, сондай кешірімдермен өздері де келіп тұрды. Енді білім, мен оларға жаным ашиды. Қарайсың, просто өзіңнің қазағың айланып келген кезде өз басыңа осындай әңгір таяқ ойнатып отырған. Бұл билік тұрған кезде ешқандай ол кісілерге ешқандай шара қолданбайды негізі, былай қарасаңыз. Ол қалады, бірақ ізі қалсын деп істемесең, арыз жазып, тек андай әрбір жерге прокуратураға болсын, антикорға болсын, арыз жазып, сондай нені көрсетіп, бірақ ол бәрі ешкім жауапқа тартылмайды негізі бұл билік тұрған кезде. Артынан болашақта оғынға, ол БСИ-ге шағымданатын қылып, сондай солардың пытка жөнінде негізі зардап шеккен адам, оның несі мерзімі жоқ, любой уақытта қарала береді. Мен бұлар өздеріне де айттым, бұл істеген қылмыстарың, бұл срок давности деген жоқ. Любой время 1 жыл өте ме, 5 жыл өте ме, 10 жыл өте ме, бәрібір бұл қылмыстарың ашылады бәрібірде. Біз адамзат баласы өзі бүгін бар, ертең жоқпыз өзі. Бәрібірде бұл қылмыс ашылады бұл. Мен ойлаймын, негізі аттарын айтып, жазып кеткен дұрыс деп ойлаймын негізі. Менде сондай нелер... Ұрған жоқ па ішінде? Ішінде ұрды. СИЗОда ұрған ғой, СИЗОда. СИЗОда? Лагерде ме СИЗОда ұрған? Қабырғаны сындырды, қазір бас деген бейт. Біраз нервный штетсем болды, бас бейт дірілдеп отыр қалам.
сол басқа тұр, басқа секіріп, мен ондай адамды соққанды мен өмірі көрмеппін. Мен осы 41 жасымда, 41 жасыма шейін сөйтіп адамды тепкілеп соғуға болады екен білмеппін шын айтсам. Ал жабылып соққан кезде бәрі соққысы келеді ішінде. Бір-бірін итеріп, мен де соғайыншы деген секілді ниет танытады сондай. Жабылып соғып. Қалай арақ ішіп алған сондай бір иштер жоқ па? Арақ ішіп алған, арақ ішіп алғандар да бар, керек арзасы мас. Сөйтеді, сөйтіп дұрыс. Бұларға енді арыз жазып, бәрібір еш нәрсе бұларға болмайды. Бір жағынан түрлеріне қарайсың да жандарың ашиды. Не дейсің оларға? Сол шамал демалып ал, не істеп ойланып көр, бірақ жазып кеткен дұрыс деп ойлаймын. Жазып, аттарын кім соқты, кім ұрды, кімнің заказы. Оған әлі қазір үйдеміз ғой енді, оның әлі ойланамыз негізі. Таңертең елдің басында болмаған таңғы 6-та шығарып алып кетіп, үйге шейін әкеліп тастады. Сонда қазір Астанадан ағаларым келіп тұр екен, бәріне рахмет айтам. Ал Жанат аға, сіз біраз жазып едіңіз, пытка туралы, не туралы бірдеңе қысқа сөз айтып жүресіз. Конвенция деген бар ғой. 146 бап бар қылмыстық кодекс бойынша. Сол бойынша арыз жазу керек негізі. Врачқа барып, рентгенде көрінеді ғой, сынған. Рентгенді бермей тұр ғой, көрінді. Оны сотқа беру керек. Ал Қазақстан конвенция ратификация жатты, сосын жаңағы не бар, факультативтік хаттама бар. Соған қол қойған Қазақстан. Енді саған мына соттардан өтіп, комитетке, прямо комитет, азаптауға қарсы комитет, біріккен ұлттар ұйымын, ООН. Соған саған шығуға болады. Сондай бір мәселелер болса, алына өзіміздің... Өскеменде жұртшылықтың несі бар, ғимараты бар, филиалы Өскеменде. Сол арқалы оларда коалиция против пыток деген бар. Сондай проект бар. Сол бойынша соларға шығып, шағым арызды беру керек деп ойлаймын. Мұхит Баймұратов дейді, шығуымен де құттықтап отыр. Алия Жакупова құттықтап отыр. Алия Жакупова шықты ма? Иә, ол. Тәуірақ уайымдадым сол апайымды да. Қарап отыр. Екінші дулат қой Астанадағы. Ойым сол, иә. Рахмет сіздерге. Саяси тұтқындарға бостандық талап етем. Сол бір ойдамыз әлі. Өзіміз керек дамыған бір бай қуатты мемлекетте өмір сүрейік, елді құрайық, иә. Жайлап келеміз соған негізі. Аман-сау, Хамза Кемал дейді, аман-сау, шығуымен құттықтап жатыр. Русиктің енді денсаулығы бәрі, аяқ қолы бәрі сау, но енді арықтап қалған, жүзеп қалды, қарны кетіп қалыпты. Бірақ нормально. Күресуге жарайды әлі. Мадина Қаныбекова дейді, Ерлан сөздер жазып жатыр. Ерлан. Барша халқыма рахмет айтам, сезіледі негізі қолдап отырғандарыңыз. Баршаңызға рахмет. Ал, ағайын, рахмет, баршаңыз көріп отырғандарыңызға. Біздерді жаңа келдік, үйге кіріп бір шай ішейік. Түнімен жүріс болды, Аужанға көп рахмет. Бір тоқтамай әкелдік, машина сынған жоқ, жолсыз сынғанмен бір жасап алдық, екі бас сөзді. Бір-екі сөз құттықтап жібер, Руслан, біз қуаныштымыз, келді. Туғанғанымыздан кейін ме, соны Астанадан Русикке келіп қалған. Аман есен шығуыңмен рахмет сіздерге. қатарымызға қосыл. Сан айтам. Денсаулығыңды жөнді бол біраз. Шыққан жоқ Шай. Қалай қосыл деп Шай командиров қосыл. Шай, енді түрмеде отырғанның өзі шай ол күрес деп санаймын өзі. Үлкен күрес, иә. Ол да бір халықты. Сеттігін тигізіп жатасың түрмеде өтсең де, уже әлеуметтік желіде болсын айтып. Шамал, демалып ал, шамал. Бәрібір сосын бәрі күрес деп есептеймін. Ал, Жаке, өзің. Екі бас сөзін берсе екен. Міне, бауырымыз ортамызға қосылып жатқанына қанша ұрса да, сындырғысы келсе де сындыра алмаған, рухын сындырмаған батырымыздың. Батыр болып міне ортамызға келді. Қуаныштымыз. Ұйықтамай күні бойы міне Аужан ағамыз молодец, жеткізді.
келсек міне уже таңғы 6-тан алып кетіпті. Артынан үйіне келдік. Сол Руслан неден Фейсбуктан көріп шаттық. Бұна енді өзім көріп отқаныма мәзмін. Елін жерін. Әдем жер екен, мынандай жерді қормағанда мұндай батырлар кім қорғайды? Русиядан басып. Қосыңдар қатарымызға. Көп болайық. Сонда женеміз қазағымыз. Алға Қазақстан сол. Дұрыс, рахмет. Ал Русия. Алға Қазақстан. Жаңағыдай кезінде Дулатпен таныстық, білесің ғой, бір кезінде бірге сол бастаған, почти бірге бастадық қой осы белсенділік жолда. Сол кезде бір не істегеніміз, осы сотталғанға дейін барамыз деп екеуміз сөз бердік қой бір-бірімізге, сотталғанға дейін барамыз. Соған не жетейік, сосын содан көрерміз ар жағына деп. Енді жайлап жүрсе осы билік жеткізді, бірақ бір не айта кетерім, осы белсенді жолда таныстық, сенімен де, Дулатпен де, міне өте қуаныштымын. Иә, күнделікті сол енді бәрібір адамзат баласы болған соң бір нәрсеге сенесің ғой сол. Дулат ағамның есімін айтып ұмытылмайды. Қайтып айтсам болады. Кезіндегі елдің, жердің тағдырын қорғаған батырлар өлді деп кейбіреулер кітапта жазылып жатса да, менше өлген жоқ олар. Бәрі кеудеден жүректе тірі олар. Менше. Дұрыс. Қамалғаннан қорықпай, қудалғаннан қорықпай, осындай саған көп-көп рахмет. Бұл да енді жаңағыдай халықтың алдында пример көрсетіп жатсың да, осындай қаншама қудалап жатса да мен жаңағыдай күресіп жүрмін деп, халық сенің артынан шығады деп есептеймін. Көреді бәрінде осындай не істеп. Дұрыс, Руслан, рахмет саған. Халқыма рахмет айтамын. Иә, ол міне қаншама айтып жатырмын ғой, қаншама ұрып соғып сындырып жатса да, кеудедегі рухты ала алмайды екен. Жаның кеткенде бірақ кете ме деп ойлаймын, әйтпесе рух кетпейді екен ешқашан. Ұлтыңды ойлау деген, болашақ ұрпаққа деген, өз қазағыңа деген сүйіспеншілігіңді кеудеңнен жүрегіңнен алып тастай алмайды екен. Сезгенім солай тұр. Рахмет, барша қазаққа рахмет айтамын. Тірек сезіліп отырды бәрібірде. Біліп отырдым, қолдап отырған халық. Дұрыс, халықтың бәрі кәдімгідей Русия Найман деп сөйтіп істеген кезде бәрі жазып, жаңағыдай бүкіл жаңағыдай репост жасап, сондай нелер көп болды. Рахмет баршаңызға, халыққа да көп, саған да көп рахмет. Аман сау болыңыздар. Біздер үйге кіріп, Русланмен тағы да дастарханның басына шай ішейік, сол кетке түсейік. Аман болыңыздар. Таратып отырыңыздар.